Саламатсыздар ма, әріптестер? Бүгін сіздермен қазақша диктор жасауды бөліскім келеді. Ол үшін бізге Наракет сайты керек болады. Google-ға Наракет деп тереміз. Сосын бірінші сілтемеге кіреміз. Бізде осындай тақта ашылады. Оған регистрация жасаймыз, тіркелеміз. Өздеріңіздің Google аккаунттарыңызды тіркесеңіздер болады. Мінекей бізде осындай парақша ашылады. Соңғы батырманы басамыз, яғни аудио жасаймыз. Тілді қазақ тілін таңдаймыз. Келесі Гүлшат, ол бізде әйел кісінің дауысын салушы. Батырманы бассақ, астына сәйкесінше ер кісінің дауысын салатын бергі шығады. Біз Гүлшатты таңдаймыз. Астына батырманы басып, өзімізге керек сөзді жазып аламыз. Create аудио батырмасын басамыз. Біздің сөзіміз жазылып жатыр. Мінекей жазылып бітті. Енді тыңдап көрейік. Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Тамаша. Бүгін біз ұлы жазушы Мұхтар Әуезовпен танысамыз. Мінекей біздің текстіміз осылай жазылды. Енді оны жүктеп аламыз. Мына 3 кнопканы басып, жүктеу батырмасын басамыз. Мінекей біздің сөзіміз жазылды. Тыңдап көрейік. Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Тамаша. Бүгін біз ұлы жазушы Мұхтар Әуезовпен танысамыз. Мінекей осындай аудио болып жазылады. Оны өз қалауларыңызша PowerPoint-пен слайдтарға қосуға болады, немесе видеоролик жасап, осы дауысты салып, оқушыларға көрсетсеңіздер болады. Менің каналым сіздерге ұнаса, тіркеліп кетіңіздер. Алда әлі талай қызықты видеолармен бөлісемін. Назарларыңызға рахмет.